Қадірлі жамағат, ардақты ағайын, Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Бір жылға жуық асыға күткен үлкен қуанышымды, сүйінші хабарымды өздеріңізге жеткізіп отырмын. Үкіметіміз қауіпсіз жасыл аймақта орналасқан ауыл мешіттерімізде жұма намазын оқуға рұқсат берді. Тәуба. Осы күнге жеткізген жаратқанға мың тәуба. Аллаға шүкіршілігіміз ретінде баршаңызды өздеріңіз жақсы көрген бір ізгі амалды жасауға шақырамын. Алла игі ниеттеріңізді қабыл еткей. Алла тағала тәртіпке бағынып, ұдайы жұма намазымызды оқуды нәсіп еткей. Еліміздегі барлық мешіттің есігі толық ашылсын деп дұға жасайық. Раббымыз сіз бен бізді бір сапта құлшылық етіп, қасиетті Рамазан айына аман есен жеткізгей. Аса рақымды Раббымыз жер бетінен жұқпалы індетті жойып, жақсы күндерде жүздесуді жазғай. Әмин.